Біздің дивизионда бір монстр бар екенін білемін. Онымен ешкім жекпе-жекке шыққысы келмейді, дейді Веном Пейдж. UFC-ге келген жаңа жұлдыз Майкл Пейдж Шавкат Рахмонов туралы: "Мен бұл жігітті көргем, айтарым бар, ол өте мықты, бірақ мен мұнда уақыт бостан кетіру үшін келген жоқпын. Мен 37 жасқа толып қалдым, және де бұл жігітті талдырып бүкіл әлемді таңғалдырамын", дейді Майкл Веном Пейдж Шавкат Рахмоновқа. Шавкат Рахмоновтың аты жиі қарсыластардың аузынан шығатын болған. Осы аптада дивизионда 2 топ жауынгер Шавкатқа вызов тастады. Джек Делла Мадалена Гилберт Бёрнсті әдемі тіземен нокаутқа құлатқаннан кейін Шавкатты октагонға шақырды. Оған Шавкат Рахмонов әлеуметтік желілерде былай деп жауап берді: "Мен сенің батылдығың мен сенімділігіңді құрметтеймін, Джек. Бірақ сені менің бұрынғы қарсыластарымның тағдыры күтіп тұр. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмоновқа қай қарсылас қазір ең жақсы таңдау болып тұр? Комментарияға өз жауабыңызды жазыңыз, талқылап көрейік." Ал менің ойыма келетін болсақ, Шавкат Рахмоновқа оларға мән бермей чемпиондық титулға бәсекелесуі керек. Леон Эдвардс барынша Белал Мұхаммедтің шыққысы келмейтіні анық. Себебі ол жекпе-жек аз билеттер сатады. Ал Шавкаттан рейтингіде жеңіс серияда жоғары тұрған ешкім жоқ. Сонда UFC Белал мен Леонды шығарып жатса да, страхующий боец ретінде Шавкат дайын болуы мүмкін. Мысал, екеуінің біреуі турнирға дейін травма алып қалса, Шавкат ауыстыра салатындай. Ондай UFC-де жиі болып тұрады. Бірақ ондай позиция висасгонкамен жайдан бос уақыт алып қою мүмкін. Ал медийностьті көтеруді ойласақ, Шавкатқа осы Джек пен Майкл арасында таңдаса, Майкл Пейджді таңдаған жақсырақ болады. Себебі оның фанаттары өте көп, және де стиль жағынан Шавкаттың бұрынғы қарсыласы Томпсонға қатты ұқсайды. Ал Томпсонды Шавкат қалай оңай өткенін өздеріңіз білесіздер. Тек Томпсонға қарағанда салыстырсақ сәл жылдамырақ болуы мүмкін. Қалай болса да Шавкат осы дивизионда чемпионды атамаса, ең мықты болып тұр, және де оның атын басқалар жиі айтқаны біздің батыр үшін жақсы белгі. Осы 24-ші жыл Шавкатқа чемпиондық белбеу әкеледі деген үміттемін. Құрметті көрермендер, каналға спонсор болыңыз келсе, астындағы Каспиге донат жіберсеңіз болады. Ол қазақ тілінде арнаға үлкен көмек болады. Барлығыңызға рахмет, сәттілік.